Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей мен Айым. Бүгін сіздермен осындай фруктовый тарттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және құрамына қажетті заттың барлығын описанияға жазып қалдырамын. Ал ендеше кеттік, бастайық. Біз тарттың қамырынан бастаймыз. Ол үшін миксердің ыдысына ұн, миндаль ұнын, қант ұнтағын, тұзды және сапасы жоғары сары майды салып, ұсақ үгінді болғанша К-образный насадкамен араластырамыз, яғни крошка пайда болғанша араластырамыз. Мінекей крошка пайда болды. Енді миксердің жылдамдығын бірге қойып, ары қарай араластырамыз және жұмыртқаның сарысын саламыз. Мұнда менде жұмыртқаның 3 штук сарысы бар. Соны бірте-бірте қоса отырамыз. Егер керек болса, консистенциясына қараймыз. Керек болса, тағы да бір жұмыртқа қосып жіберуімізге болады. Жалпы қамырдың консистенциясына назар аударамыз және қамырды көп араластырудың қажеті жоқ. Мына жерде қамыр менде құрғақтау болып тұрған сияқты, сондықтан тағы да бір жұмыртқаны аз-аздан қосып отырып араластырып жібереміз. Консистенциясына міндетті түрде назар аударамыз. Мінекей қамырымыз дайын. Қамырды екі алақанның ортасында домалата отырып саусағымызбен басқан кезде трещина болмауы қажет. Енді қамырды стөлдің үстінде тағы да бір араластырып аламыз. Ортасындағы араласпай қалған қант ұнтағы немесе жұмыртқа болса араласып алатындай. Осымен қамырымыз дайын. Қамырымызды екіге бөліп аламыз да екі пергамент қағазының ортасында жайып аламыз. Қамырды жайған кезде мүлдем ұн қолданбаймыз. Екі пергаменттің ортасына салып, оқтаумен жұқартып жайып аламыз. Жалпы қамырдың қалыңдығы 2 мм-ден төмен болмауы қажет. Мен жұқа етіп жайып жіберіппін, сондықтан менің қателігімді жасамаңыздар. Қамырларыңыз 2 мм-ден төмен болмауы қажет. 2 мм, 2,5 мм болса болады. Одан қалың да болмауы керек. Осылайша екі қамырды жайып алғаннан кейін тоңазытқышқа 1,5-2 сағатқа жібереміз. Қамырларыңыз тым жұқа жайылып кетсе, онда тарттарыңыз сынғыш болып кетеді. Сондықтан міндетті түрде осы жағын қадағалаңыздар. Мінекей қамырымыз біздің 2 сағат тоңазытқышта тұрды. Енді осы қамырмен жұмыс жасаймыз. Жұмыс жасаған кезде бөлмелеріңіз міндетті түрде салқын болуы қажет. Жылы болса, қамырларыңыз тез жібіп, еріп, майы шығып кетуі мүмкін. Сондықтан бөлме салқын болуы қажет. Енді осы тарттың қамырын осындай формамен, арнайы формамен кесеміз және түбін жасап аламыз. Кесілген тарттарымыздың астында осындай менікіндей перфорированный коврик болуы қажет. Жалпы тартты осындай перфорированный коврикті пісірген дұрыс. Сол кезде тарттарыңыз жылжымай, қозғалмай бір жерде піседі. Тарттан қалған артық қамыр болса, тағы да жайып, оны тоңазытқышқа қайтадан қатырып алсаңыздар болады. Енді екінші қамырынан біз қазір бортик жасаймыз. Үшін қамырды 3,25 етіп, осылай линейканың көмегімен өлшеп алып, кесіп аламыз. Айтып өткенімдей, тез-тез жұмыс жасау қажет, себебі қамырымыз тез жылып, жібіп кетуі мүмкін. Қамырларыңыз жұмсарып жібіп бара жатса, тағы да жарты сағатқа тоңазытқышқа салып алсаңыздар болады. Осылай бөлшектерге кесіп алған соң, әр бөлікті бортиктарына орналастырып шығамыз. Қолыңызбен қамырды көп ұстаудың қажеті жоқ, себебі жоғарыда айтып өткенімдей, қамыр тез жылып кетуі мүмкін. Мінекей бөлшектерге кесіп алдық. Енді мұны осылай тура видеодағыдай орнатып шығамыз бортиктарын. Егер артығы болса, кесіп алып тастағандарыңыз жөн. Сосын барлығын біркелкі етіп, жан-жағын жабыстырып аламыз. Барлық бортикті орнатып болғаннан кейін, тағы да тартымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз. Тоңазытқыштан шыққан тарталеткаларымыздың бортиктарын бірден кесіп шығамыз. Дәл осы сәтте пештеріңіз 170 градуста қызып тұруы тиіс. Алдын ала қыздырып қоямыз. Қатып тұрған тарталеткаларды қызып тұрған пешке саламыз. Верх-низ режимінде шамамен 20 минутта пісіп шығады. Егерде бөлмеде жұмсарып қалатын болса, онда бортиктары отырып қалады. Сол себепті қатыру маңызды.
Мінекей біздің тарталеткаларымыз пісіп шықты. Енді осы жаңа піскен тарталеткаларымыздың ішін какао масломен жағып шығамыз. Какао маслоны ертіп аламыз және кисточканың көмегімен тарталеткамыздың ішкі бөлігін жақсылап жағып шығамыз. Не үшін десеңіздер, себебі ішіне салмасын салған кезде немесе ганаш құйсаңыздар, крем жақсаңыздар да тарталеткаларыңыз жіпсіп, бортиктары алынып қалмас үшін. Жалпы, егер какао масло жоқ болса, онда ақ шоколадты ертіп жағып шығуға болады. Енді тарталеткамыздың бетін безендіретін крем-пломбир дайындаймыз. Ол үшін желатинімізге суды қосып жеке қойып қоямыз. Оған дейін сүтімізді ысытамыз. Сүтіміздің бетіне ваниль пастасын немесе ваниль экстрактын қосып ысытамыз. Сүтіміз ысығанша жұмыртқамызға қант, кукуруза крахмалын қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ысыған сүтімізді осы жұмыртқалы массамыздың үстіне жарты бөлігін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін араласқан сүтімізді кері сотейнигімізге қайтадан құйып, қоюланғанша араластырып тұрамыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Егер араластырып тұрмасаңыздар, түбі жабысып қалуы мүмкін. Мінекей біздің заварной крем дайын болды, қоюланды. Енді осыны оттан алып тастаймыз да, осының үстіне бағанағы желатинімізді қосып жібереміз. Не үшін десеңіздер, желатин өзін ұстауға жақсы көмегін тигізеді. Дайын болған заварной кремімізді жеке ыдысымызға құйып алып, бетін пищевой пленкамен в контакт жауып, суытуға жібереміз. Негізінен кешкілікті дайындап қойсаңыздар, өздеріңізге де ыңғайлы болады және тез суиды. Енді осы суыған креміміздің бетіне суық сливкиді құямыз. Ол үшін сливкиімізді миксердің ыдысына құйып, миксердің аз жылдамдығынан бастап, жылдамдығын көбейте отырып, сливкиімізді қоюланғанша миксерлеп аламыз. Осы қоюланған сливкиіміздің үстіне бағанағы заварной суыған кремімізді қосып, тағы да араластырып аламыз. Жылдамдығын көбейтпей, аз жылдамдықты араластырып алсаңыздар болады. Дайын болған кремді кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Енді фруктовый тартымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін жұмсақ грушаны көбіктеп турап алып, осылай сотейникке жібереміз. Менде грушам қатты болып кетті. Сондықтан мен қантын, кукуруза крахмалын бірден салып жіберіп, лимон шырынын қосып, кішкене жұмсарғанша отта, орташа оттан төмен отта жібітіп алдым. Одан кейін 3-тен 1 бөлігін осылай жеке ыдысқа салып, блендерлеп, пюре жасап, қайтадан грушамыздың ішіне қосып жібереміз. Осылайша компотемізді тағы 1-2 минут отта қайнатып аламыз, жұмсарғанша. Одан кейін оттан алып суытуға қоямыз. Осылайша компотеміз дайын болды. Суыған компотені енді бағанағы тарттарымыздың ішіне салып шығамыз. Енді суыған компотемізді тарталеткамыздың ішіне салып, бетін тегістеп шығамыз және крем-пломбирмен әдемілеп шығамыз. Жалпы крем-пломбир емес, крем-чизбен немесе ганашпен әсемдесеңіздер де болады, ол өз еріктеріңізде. Крем-пломбирді кондитерлік қапшыққа салып, кез келген насадкамен әдемілеуге болады. Менде Whoopie Pie'дің насадкасы, егер бұндай насадкаңыз жоқ болса, кез келген насадкамен әсемдеуге болады. Және тапсырысқа пісірсеңіздер, бетін жемістермен немесе жидектермен әсемдесеңіздер өте әдемі көрінетін болады. Осымен тарталеткаларымыз дайын болды. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше маған тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.